Сәлеметсіздер ме оқушылар, бүгін сіздермен бірге 6 сынып қуат көзін үнемдей білесіз бе тақырыбын өтеміз. Бірінші, екінші сабақ қуат көзіне не жатады? Мына тапсырманың сұрағы суретте не бейнеленген? Бірінші суретте күннен энергия алатын құрылғы, ол құрылғы табиғаттан, яғни күннен энергия алып, адамзатты электр жүйесімен қамтамасыз етеді. Екінші, олардың адамға қандай пайдасы бар? Екінші суретте желден энергия алатын құрылғы, ол табиғи энергия алудың бір түрі. Екінші тапсырма, бүгінгі тақырып не туралы болатынын болжап жаз. Мына суретке қарап жауабымызды айту керекпіз. Бүгінгі тақырып күн сәулесінен алынатын электр энергиясы, оның пайдасы туралы және қалай дұрыс пайдалану керектігі жайлы болады деп ойлаймын. Үшінші тапсырмада диалог. Досыңмен өздерің тұтынатын энергияның түрлері жайында әңгімелес. Міне оған үлгі ретінде Әмір мен Дарханның диалогын бердік. Диалог дегеніміз екі адамның әңгімесі. Төртінші тапсырма, мәтінді оқып, кестеге сүйеніп, қою әріппен жазылған есімдіктің түрлерін ажырату керек. Ол үшін мына есімдік және оның түрлері ережесін оқысаңыздар, оның мағыналық тобына қарай 7 түрі бар, сол 7 түрінің қайсына жататындығын табуымыз керек. Бұл сілтеу есімдігі, қарамен жазылған өздік есімдігі, кейбір белгісіздік есімдігі, оны барлық жүктеу есімдігі, бір қатар барлық бізде жалпылау есімдігі, бір қатар белгісіздік есімдігі. Алтыншы тапсырмада мәтіндегі термин сөздерді теріп жазып, сөздіктен пайдаланып, оның мағынасын анықтау керек. Термин дегеніміз белгілі бір ғылым саласына байланысты қалыптасқан атау. Бірінші ол мәтін бойынша жасыл экономика, экология, энергия, технология, баламалы энергетика. Бұның барлығы термин сөздер немесе неологизмдер деп атасақ та болады. Жасыл экономика дегеніміз не, экология деген не, энергия деген не, технология, баламалы энергетика деген не, соның барлығына мұнда анықтама берілген. Осыдан қысқаша жазсаңыздар болады. Жетінші тапсырмада тірек сөздерді анықтап, жоспар бойынша түсінгеніңізді айтуыңыз керек. Мұнда құрылған жоспар бар. Және 8-ші тапсырмада мәтінге қатысты ақпараттың дұрыстығын анықтау керек. Қуат көздерін үнемдеу керек. Адам табиғатпен тығыз байланысты өмір сүре алмайды. Өмір сүре алмайды деп тұр, демек жоқ. Адамның әрекеті табиғатқа зияны емес, жоқ. Энергияны үнемдеу қажет, жасыл экономика табиғи ресурстарды үнемді пайдалануға арналған, баламалы энергетиканы табу қажет, Және 9-шы тапсырма, мәтінді тыңда, тірек сөздерді пайдаланып, мәтінде не туралы айтылғанын баянда. Есімдіктерді қолдан. Тірек сөздер бізде берілген, сол бойынша енді есімдіктерді қолданып, бізге мәтін туралы ойымызды айтуымыз керек. 10-шы тапсырмада жағдаят берілген, соған диалог құрау керек. Қандай жағдаят? Жағдаят яғни оқиға. Інің баламалы энергетика туралы сұрады, ініңе түсіндір. Сынып ең үздік диалогты анықтасын. Мұнда ағасы мен інісінің арасындағы диалог берілген, осыған ұқсас етіп диалог құрасаңыздар болады. Жалпы тапсырма осымен түсінікті болды деп ойлаймын. 11-ші тапсырма бізде мына кестені қазақшаға аудару керек. Міне бұл оның қазақшасы. Егер тапсырма түсінікті болған болса, видео ұнаған болса, міндетті түрде лайк басып тіркеліп кетіңіздер. Сабағымыз осымен аяқталды. Назарларыңызға рахмет.